дәмді, уақытты көп алмайды. Тез, оңай банка жабу. Қыстың күнге дайындық. Видеоны соңына дейін көріңіз. Подписаться бөлімін басасыз да, лайк, комментарий аямаңыз. Сәлем дос, егер сіз жарты сағатта оп-оңай қайнатпай жауып алатын компоттарды мен сіздерге алдағы видеода көрсетейін. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыз. Барлық процесті сіздерге видеода толығымен көрсетемін. Дәмі тіл үйірер, өте керемет. Су қойғанға 2 кастрюлем бос болды, сондықтан екеуіне толтырып су құйып кеттім. Ол барлық су жетпейді, негізінде қайтара қоямын. Сондықтан суым қайнағанша барып заказ берген абрикос мен черешнямды алып келейін деп бардым. 1 ящик абрикос және 2 ящик черешня алдым. Арасында жеуге арбузды алдым. Өте керемет, дәмді, сорттары да жақсы. Ішінен вообще шіргенде шыққан жоқ. Өте керемет болды. Бір күн бұрын ең алдымен барлығын жақсылап жуып аламыз. Бірінші абрикостан бастадым. Барлығын жеке-жеке әдемілеп жуып алдым. Өте таза, шіргені жоқ, әдемі абрикос екен. Сосын черешняны жуып алдым. Черешняның әрқайсының төбесіндегі жаңағы сабағын алып тастау керек болады. Ол сәл ұзақ уақытты алды. Бірақ оны да жеке-жеке барлығын әдемілеп жуып алдым. Ал бұларды салатын банкаларды бұрын біз чайникке немесе мантаваркіге төңкеріп немесе духовкаге салып стерилизовать ететінбіз. Ал қазір осылай посудомоечный машинкаға өзі шайып, өзі стерилизовать етіп, дайын қылып, уақытты үнемдеп береді. Тек қана саламыз, аламыз, болды. Енді әрқайсысына бір 7-8 штук абрикостан және 1-2 пиала черешнядан салып шықтым. Қант салу кезінде бұл жерде тәтті жақсы көрсеңіз, 3 литрге 300 грамм қант салуға болады максимум. Ал біз бұл жерде тәтті онша қатты ішпейміз біз. Бізге средний норма, сол үшін негізі 3 литрге 300 грамм деген өте тәтті болып кетеді, өте тәтті. Сол үшін мен 3 литрге 200-250
өлшеп саламын. Бір ыдысқа өлшеп алып, сол бойынша саламын. Ал 2 литрге жаңағы 150-ге сәл жетпейді да. Ойша былай сала беремін. Ойша болғанда бір пиала мен өзім өлшеген пиалам бар. Сол бойынша сала беремін. Ал жабатын крышкаларды ыстық су құйып және бір қайнатып аламыз. Осын барлығын істеп жүргенде бізде 2 кастрюля суымыз қайнап та қалды. Тек қана барлығын дайындап алған соң, осылай ең соңында ыстық суды құямыз да банкамызды жауып аламыз. Және бұл процесті тез шетінен істейміз де, сосын банкаларды сыртқа қойып қоймай, оны бір жай дайындайсыз. Көрпешелерді төсеп орау керек. Банкаларды төңкеріп орап қоямыз. Себебі біз пісірген жоқпыз, қайнатқан жоқпыз. Сондықтан атылып кетпеу үшін ол барлығы осылай ыстық күйде өзі көрпелердің ішінде, жаңағы ораулы күйінде пісу керек ішіндегі заты. Ол піскенге 1-2 сутка жетеді. Ары қарай одан езіліп те кетуі мүмкін. Және ерте алсаңыз піспей қалуы мүмкін. Сондықтан осылай жауып, тексеріп, барлығын орап тастаймыз. Орайтын жай қалың болған жақсы. Енді бұл жерде мен 16 килограмм черешня және 6,5 килограмм абрикос алдым. 480-ден және 1450-ден общий бағасы 17,5 мың болды. Және сол бағадан 64 литр компот алдық. 13 литр 3 литрлік 13 банка және 13 банка 2 литрлік компотқа жаптық. Дәмді, тез, оңай. Видео ұнаса, комментарийге қалдырып кетіңіз және лайк басуды ұмытпаңыз. Ал енді келесі видео сіздің таңдауыңызда. Сізге қандай варенье ұнайды? Құлпынайдан, яғни клубникадан немесе малинадан?